Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 8-ші сынып 1-ші тоқсан геометрия пәнінен көп бұрыштар, төрт бұрыштарды зерттеу бөлімі бойынша жиынтық бағалау шығаратын боламыз. Бірінші есеп А пункті: бір төбесінің сыртқы бұрышы 60 градусқа тең, дұрыс n бұрышты көп бұрыштың бұрыш санын анықтаңыз дейді. Хорошо. Енді қараңыздар, бізде сыртқы бұрыш дегеніміз не? Бізде кез келген фигураның сыртқы бұрышын табу үшін біз бір қабырғасын созып жібереміз, және сол фигура мен сол қабырғасының созындысының арасындағы бұрыш сол біздегі сыртқы бұрыш болады. Яғни, қараңыздар, біз тағы да бір сызып көрейік. Мысалы, осылай сызайық. Мына бұрыш 60 градусқа тең болса, онда фигураның ішкі бұрышы онда 120 градус болады. Неге? Себебі біздегі ішкі бұрыш пен сыртқы бұрышты қосатын болсақ, бұл екеуі бізде сыбайлас бұрыштар болып, екеуінің қосындысы 180 градусты береді. Енді қарайық, бізде егер фигураның ішкі бұрышы 180 градус болса, 120 градус болса, 120 градус болса, онда біз оны дұрыс көп бұрыш деп аламыз, яғни біздегі барлық бұрыштарды 120 градус болады. Енді қарайық, n-2 көбейтілген 180 осы формуланы қолданамыз. Яғни біздегі 120 градус бұл n көбейтілген 120 градус болады. Енді қарайық, n-2-ні 180-ге көбейтеміз. Сонда 180n минус 360 тең 120n болады. Және біз n-дарды сол жаққа шығарамыз. n 180n минус 120n тең 360-ті теңдіктің оң жағына плюс таңбасымен шығарамыз. 360. Қарайық. Енді қарайық, 180-нен 120-ны айтамыз 60n тең 360n, сонда бізге тең болады 6-ға. Яғни біздегі А пунктінің жауабы 6 бұрыш. Келесі Б пункті: ішкі бұрыштарының қосындысы 1440 градусқа тең, дұрыс көп бұрыштың қабырғаларының санын анықтаңыз дейді. Тағы да біз осы формуланы қолданамыз. n-2 көбейтілген 1440 градус тең болады. Б пункті: ішкі бұрыштардың қосындысы 1440 градусқа тең, дұрыс көп бұрыштың қабырғаларының санын анықтаңыз. Қарайық, тағы да біз сол формуланы қолданамыз. n-2 көбейтілген 180 градус тең, біздегі ішкі бұрыштардың қосындысы 1440 болады. Енді жақшаны ашайық. 180n көбейтілген 2 көбейтілген 180 градус тең 1440. Енді біз мына 2-ні 180-ге көбейтсек 360 теңдіктің оң жағына шығарамыз. Мына 1440 минус 360 болады. Ал теңдіктің сол жағында 180n қалады. Енді қарайық, 1440-тан 360 айтсақ, бізде 1080 болады. 180n тең 1080-ге. Ал n-ді табу үшін біз 1080-ді 180-ге бөлеміз. Жауабы 6. Сонда біздегі қабырғалар саны жауабы 6-ға тең. Екінші есеп А пункті: АБЦД параллелограммның С төбесінің бисектрисасы АД қабырғасын 2 см және 6 см кесінділерге бөледі. Параллелограммның периметрін табыңыз. Ең бірінші бізге фигураны сызып аламыз. Параллелограмм, яғни бұл жерде бізде қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне параллель және ұзындықтары тең болады. Енді қарайық, бізде С төбесінің бисектрисасы АД қабырғасын 2 см және 6 см деп бөледі дейді. Яғни біз қазір С төбесінен бисектриса жүргізсек, мына екі бізде бір-біріне тең болады. Және мына жердегі 2 см, мына аралық, бұны біз АЕ деп алайық. Ал келесі Е-ді ұзындығы 6-ға тең болып тұр. Яғни қатынасы Е-дінің АЕ-ге қатынасы тең болады 6-ның 2-ге қатынасына. Және ол тең болады 3-дің 1-ге қатынасына. 3-ке тең деп аламыз. Яғни біздегі, қараңыздар, бисектрисаның бір қасиеті бар. Егер ол қабырғаны 2 бөлікке бөлсе, яғни біздегі АД қабырғасын, бұл бөліктердің қатынасы, онда ол бұрыштың жанындағы қабырғалардың қатынасына тең дейді. Яғни біздегі СД қабырғасы, яғни біздегі бұрыштың сол жағындағы және оң жағындағы қабырғалары. СД қабырғасын БЦ қабырғасына бөлеміз. Ол да бізде 6-ның 2-ге қатынасына тең болады. Яғни 3-ке тең болып тұр. Енді қарайық,
біздегі BC неге тең? BC тең AD-ға. Ал AD бізде, қараңыздар, 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең болып тұр. Енді біз қазір мына BC-ның орнына 8-ді қоямыз. CD тең 3-ке. Яғни қараймыз, енді біздегі CD ол CD-ны 8-ге бөлсек 3-ке тең, яғни CD тең 24-ке. А ол неге тең? CD ол AB-ға да тең. Енді біз барлық қабырғалардың ұзындығын тауып алдық. Периметрін табайық. Периметр табу үшін біз барлық қабырғалардың қосындысын табамыз. Яғни AB қосылған CD. AB мен CD 24-ке тең. 24 қосу 24. Келесі BC мен AD. Плюс BC 8-ге, AD 8-ге тең. 16. 24-ке 24. 48, 48-ге 16. 64 сантиметр. Сонда біздегі берілген параллелограммның периметр 64 сантиметрге тең. Келесі Б пункті. ABCD параллелограммның А бұрышы 83 градус. Ал оған қарама-қарсы С бұрышы 20х плюс 3 градусқа тең. Белгісіз х мәнін табыңыз. Біздегі қараңыздар, параллелограмм деп тұр, яғни параллелограммда бізде қарама-қарсы бұрыштары бір-біріне тең болады. Яғни біздегі қараңыздар, егер біз қазір ABCD параллелограмм сатын болсақ, ABCD. Бұл жердегі біздегі А бұрышы мен С бұрышы бір-біріне тең. Б бұрышы мен Д бұрышы бір-біріне тең. Яғни біздегі А мен С сүйір, Б мен Д доғал бұрыштар болып есептеледі. Қарай, енді егер А бұрышы 83 градусқа тең болса, онда бұрышысы оған тең болады, яғни ол да 83 градусқа тең деген сөз. Бірақ бізде 83 градусты С бұрышындағы өрнек арқылы беріліп тұр. Ол 20х плюс 3 градус деп тұр. Яғни біздегі 83 ол 20х плюс 3-ке тең. Осы теңдеуді шығарамыз қазір. 83 тең 20х плюс 3. Сандарды сол жаққа шығарайық. Сол кезде 80 болып қалады. 83-тен 3 айтып, теңдіктің оң жағында 20х қалады. Х тең болады. 20-ны біз бөлшектің бөліміне жібереміз. 80 бөлу 20 тең 4. Сондағы біздегі х-ның жауабы 4-ке тең болды. Келесі, үшінші есеп. ABC үшбұрышының әр қабырғасы теңдей 3 бөлікке бөлінген. Егер OD плюс OE плюс OM тең 18 болса, онда ABC үшбұрышының периметрін табыңыз. Жауабыңызды негіздеңіз. Так, қараңыздар, біздегі мына үшбұрышымыз теңдей әр қабырғасы 3 бөлікке бөлінген. Яғни CE плюс ED плюс AD ол AC-ның ұзындығына тең. Сол сияқты AF плюс FG плюс GB ол біздегі AB ұзындығына тең. Енді біз табанын қарайық. CM плюс MN плюс NB ол BC-ға тең. Енді біздегі периметр табу үшін ABC үшбұрышының біз осы үш қабырғаны қосамыз. AC плюс AB плюс BC. Бірақ қарайық, біздегі қабырға теңдей 3 бөлікке бөлінген. Енді бізде айтып тұр OD, OE, OM. Енді суреттен қарайық. OD деген міне мына қабырға. OE мына қабырға. Так. OD мына қабырға, OE мына қабырға және OM. OM дегеніміз міне мына қабырға. Бірақ біздегі теңдей 3 бөлікке бөлінгеннен кейін OM мен ED-ның ұзындықтары бірдей. Сондықтан біз OM-ның орнына ED деп алсақ болады. Енді қарайық. OD плюс OE плюс OM тең 18-ге. А бұл не бізде? Бұл біздегі толықтай үшбұрыштың, яғни үшбұрыш ODE периметр болады. Тең 18 сантиметрге. Енді қарайық. Бізде OD ол AF, FG, GB-ға тең. Ал OE ол SM, MN, NB-ға тең. Ал ED ол CE, ED, AD-ға тең. Енді қарайық, әр қайсынан 3 есе үлкен болса, біз мына берілген үлкен үшбұрыштың периметрін табу үшін 3-ке көбейтеміз. Осы кішкентай үшбұрыштың периметрін. Периметр ODE. Сонда тең болады 3 көбейтілген 18. Сонда біздегі ABC үшбұрыштың периметрі тең болады 54 сантиметрге. Осымен 8-ші сынып геометрия пәнінен 1-ші 90
көпбұрыштар және төртбұрыштарды зерттеу бөлімі бойынша жиынтық бағалау аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.